Рамазан, сен бүгінгі Ромео мен Джульеттаның жолындағы басты кейіпкерсің. Иә, мен басты рөлдемін, бірақ менде қобалжу болып тұр. Сондықтан да жақсы дайындалып алып шығу қажет. Театр халықты эстетикалық адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелеудің құралы. Сондықтан өскелең ұрпақтың арасында өнердің осы бір түрін дамытудың маңызы өте зор. Дебат ойынына қатысушылар үгіт насихат пен популистік идеяларды оңай ажыратып, өз ұстанымын көпшілікке нақты аргументтер арқылы жеткізуді үйренеді. Армысыздар, Күллі Қайдарының кезекті шығарылымында Дулат Исабековтың Гауһартас повесін талқылаймыз. Оқу біздің балаларымыздың білімін, тәрбиесін және мәдениетін арттырудың маңызды факторы. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушылар қазақ классиктерімен қатар әлем әдебиеттерімен танысуда. Қазақстанның балалары мен жастары, Қазақстан қоғамының стратегиялық құндылығы және болашақ адами капиталы. Парламентте оқушылар мен педагогтер бірлесіп, ынтымақтасуға үйренеді. Маңызды мәселелер шешуде толық құқылы әріптес болады және мектеп әкімшілігінің таптырмас көмекшісіне айналады. Бахатов, Ахметов, Газан, сақтан! Жас сарбаз ұйымы Қазақстан Республикасының ата заңы мен басқа да заңдарын қатаң сақтауға, патриоттық рухты биік қойып, отанды қорғауға, оның мүдделерінің ер жүрек әрі батыл қорғаушысы болуда мүмкіндіктер береді. Мектеп жылыжай арқылы біз оқушыларды еңбек сүйгіштікке шақырамыз, өз еңбегімен таза өнім алуды және еңбек адамын қадірлеуге үйретеміз. Ай, кешіңіз, менің сумкам еді ғой. Ағай, сабаққа баруым керек.